оқушылар, бүгінгі біздің сабағымызды бастамасы бұрын алдымен топқа бөлініп алсақ. Ол үшін маған ортаға мына жерге келіп, пазл әдісі арқылы, пазлдарды құрастыру арқылы топқа бөлінсе, яғни ортаға келе қойыңыздар барлықтарыңыз. Бір суреттен алып, пазлдарды құрастыра қояйық. Кімде қандай сурет шығар? Барлығымыз бір суретті құрастырамыз. Иә? Жақсы. Қандай пазлдар қалды? Енді құрастырыңыздар, қолдарыңыздар пазлдарды құрастырыңыздар барлықтарыңыз. Иә, сурет шығу керек, жақсы сурет шығу керек. Жақсы, сіздерде қандай сурет шықты? Иә, жақсы, кемпір тас, екінші топ, сіздерде қандай сурет шықты? Қарқаралы. Жақсы, отырыңыздар. Қарқаралы. Кімде шықты? Қарқаралы тобына, кімде Баянауыл шықты? Баянауыл тобына отыра қойсаңыздар. Жақсы, Қарқаралы мен Баянауыл туралы не білесіздер? Бұл біздің Қазақстанның көрікті жерлерінің бірі. Солай ма? Баянауыл қай аймақта орналасқан? Павлодар облысында орналасқан Баянауыл ауданы. Бұл жерде қандай табиғат орындарын білесіздер? Жасыбай көлі, тағы қандай тауларын білесіздер, немесе жер атауларын білесіздер? Баянауылдағы демалыс орындары, Кемпіртас, тағы Торайғыр көлі, тағы қандай көлді білесіздер? Сабынды көлі солай ма? Қай жерлерге барып көрдіңіздер демалысқа? Баянауыл ауданында. Жасыбай көліне барып демалып көрдіңіздер. Яғни табиғаты тамаша Баянауыл өңірі. Жақсы, енді сіздерге сабақты әрі қарай тақырыпқа шығу үшін мына бір музыканы тыңдасаңыздар. Осы музыка не туралы екенін тыңдап, қазір қандай ән екенін айтасыздар. Осы арқылы тақырыпқа шығамыз. Жақсы, бұл қандай өлең? Кімнің әні? Жақсы. Келісесіздер ме барлықтарыңыз? Иә. Бағдат Самединова, Қазақстан Республикасының халық әртісінің орындауында Сарыарқа әні. Ал Сарыарқа деп қай жерді айтамыз Қазақстандағы? Қай облыстарды айтамыз? Сарыарқа жеріне қай жер жатады? Осы біздің орталық Қазақстан өңірі Сарыарқа деп аталады. Жақсы. Ал бұл Сарыарқаның бүгінгі біздің тақырыбымызға қандай байланысы бар деп ойлайсыздар? Яғни Мұрат Мөлкеұлының Сарыарқа толғауы. Жақсы. Алдарыңызда сіздерде Сарыарқа толғауы берілген. Қарасаңыздар, оқып, толғаумен таныса отырыңыздар. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты мәңгілік ел жалпы қоғамдық құндылығын және тіл мен мәдениетті көтеру және оқушыларға өзіне және айналадағы адамдарға құрмет көрсетуді табиғатпен және осы тарихпен байланыстыра білу болып табылады. Олай болса, сіздердің алдарыңызда Сарыарқаның жырлану тарихы және оны зерттеген ғалымдар туралы мәліметтер берілген. Осы мәліметтермен таныса отырып, топта оқып, ақылдасып, келесі топқа ақылдың 6 қалпақ әдісі арқылы түсіндіретін боламыз. Сіздерге 2 минут уақыт беріледі. Топта бірлесіп оқып, жұмыс жасай қойсаңыздар. Жақсы, олай болса оқушылар, қане Қарқаралы тобы дайын болса, Қарқаралы тобынан бастайық. Сарыарқа өлеңінің жырлану тарихы туралы қандай ақпарат білдіңіздер? 1878-1979 жылдары жүргенде Мұрат
жалғыз түйесін жетелеп үй ішіне алып Маңғыстауға келіп, нағашы жұртына паналайды. Жақсы. Әрі қарай? Сөйтіп жүргенде адай елінің үлкен жиыны болады. Адай елінің үлкен жиынға сарыарқаны жырлайды. Сарыарқа жыры өткен заманды еске алып, сонау Асатқа жылдан бастап ата қоныстың тастар озып, ертең басшылығына әрекеттеніп, ауа көшіп жылы орнының қозғалғандығын ашып. Жақсы. Сонымен бұл өлеңде шығу тарихы негізгі мәліметтер таптыңыздар, иә? Қай жылы шыққан екен бұл өлең? 1878-79 жылдары Мұрат елінен айырылып нағашысына қарай барған кезде көрген қиыншылығын жырлаған екен. Солай ма? Адай еліне келіп жырлаған. Жақсы. Қарқаралы тобы өте жақсы жауап бердіңіз. Баянауыл тобы қане? Сіздерге ортасында Мұхаммедұлының аталмыш хрестоматиясына Мұрат ақынның Сарыарқа деген өлеңі кіреді. Жақсы. Жақсы. Қазақ даласының ресей құрамына өте бастаған тұсындағы заман өзгерістердің ұлттық мүдде тоғысын сынаған. 1824 жылы қазақ даласына ресей патшалығы әкімшілік жүйені енгізіп, хандар билігін жойып тастаған. Жақсы. Демек, бұл шығармада сол отаршылдық кезеңдегі қазақ елінің тарихы суреттеледі екен. Олай болса, осы жұмыс үшін өзімізді бағалау үшін, яғни Қарқаралы тобы, Баянауыл тобының мәліметін өте жақсы деп қабылдасаңыздар, қолдарыңыздағы мына бас бармақтарды көтерсеңіздер. Жақсы. Ал Баянауыл тобы, сіздер Қарқаралы тобына қандай баға бересіздер? Жақсы. Олай болса, әрі қарай сабағымызды жалғастырайық. Жақсы. Балалар, сабағымызды әрі қарай дамыту мақсатында жаңа өлеңді оқып таныстыңыздар. Сол бойынша енді сұрақ қою арқылы өздеріңізді осы тақырыпты әрі қарай аяқтайтын боламыз. Міне, бірінші Баянауыл тобына мына сурет беріледі. Сарыарқа табиғаты. Екінші топқа қазақ батырларының тарихы суреті беріледі. Осы суреттерге қарап отырып, ой толғайсыздар. Қазір өздеріңіз қысқаша ой толғап, пікірлеріңізді білдіре қойсаңыздар. Баянауыл тобы қазақ батырларының тарихы, Қарқаралы тобы Сарыарқа табиғаты туралы. Дайын болғандарымыз қолымызды көтере қойсақ. Жастар, дайынбыз ба? Қарқаралы тобы, олай бұл Сарыарқа табиғаты туралы өздеріңіздің пікірлеріңізді білдірсеңіздер. Құмды жасыл желекті су мөлдір жерде таулы аймақ болып келеді. Жақсы. Баянауыл тобы қазақ батырлары туралы. Қазақ батырлары қазақ жерінің тәуелсіздігі үшін көп күрескен, көптеген қиындықтардан өткен, өздерінің пасық қанға осы тәуелсіздік үшін күресіп, келешек ұрпақ үшін тәуелсіздікті алып, ұрпақтарымыз дамысын деп біз үшін жеңіске жеткен. Жақсы, рахмет. Яғни, қорытындылайтын болсақ, осы Сарыарқа толғауында біздің қазақ батырларының тарихы, сонымен қатар Сарыарқа жеріндегі өзен, су, тау, жер, су атаулары берілген. Және осы жерлерді мекендеген ұру елдердің аты жөндері, ол жердегі батырлардың аттары толық берілген болатын. Енді сіздерге үйге мынандай тапсырма. Осы Мұрат Мөңкеұлының Сарыарқа өлеңіндегі жер, су атаулары туралы қосымша мәлімет жинақтап келу. Екінші тапсырма, өлеңнің шығу тарихына байланысты тағы да қандай тың деректер бар, осы тың деректерді жинақтап келесі сабақта түсіндіретін боласыздар. Ал сабақты қорытындылайтын болса, қалыптастырушы бағалау бізде білім қоржыны бүгінгі сабақтан түсінгендеріңізді жазып, өзіміздің күнделікті білім қоржынымызды толықтырсақ. Сіздер қандай жаңа мәлімет алдыңыздар? Көптеген мәліметтерді алып, өте жақсы түсінсеңіздер, қызыл қоржынға сабақты түсінбей,
кейбір нәрселер түсініксіз болса көк қоржынға, ал егер де мүлдем түсінбесеңіздер сары қоржынға өздеріңіздің мәліметтеріңізді салып қойсаңыздар болады. Келесі сабақта оқушылардың тың деректерді әкелу арқылы толығырақ түсініп аласыз деген ойдамыз. Олай болса, сабаққа жақсы белсенді қатысқандарыңыз үшін көп рахмет. Өздеріңізді тағы да бір бағалап өтейік, ол үшін шапалақ арқылы өзімізді бағалайық. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.